Түлкі мен тырна. Ертеде орман ішінде қу әрі айлакер түлкі өмір сүріпті. Ол бір күні қонақ жайлық танытып, көршісі тырнаны үйіне мейман болуға шақырыпты. Құдай қосқан көршім тырна, бүгін кешке қонақ болып кел, дәмді сорпа ішіп, дастарханнан дәм тат. Әрине келем. Кешқұрым тырна түлкінің үйіне келеді. Түлкі оны жылы қарсы алып, дастархан жайып, ас ұсынады. Түлкі өзі әзірлеген дәмді сорпаны жалпақ табаққа құйып, рахаттанып іше бастайды. Ал тырнаға ұзын тұмсығы кедергі келтіріп, астан дәм тата алмай, көңіл күйі түсіп, сорпаға қарап отырады. Көршісінің қылығына ренжіген тырна үндемей қоштасып, үйіне қайтып кетеді. Айлакер түлкі өзінің жасаған ісіне қуанып қала береді. Арада біраз уақыт өткен соң, тырна түлкіні қонаққа шақырады. Түлкі болса, қуана келіседі. Тырна да көршісінен көргенін қайталап, әзірлеген көжесін ұзын мойынды құмыраға қойып, дастарханға қойыпты. Бұл жолы түлкі ештеңе іше алмай мазасы кетіп. Әттеген ай. Есіңде ме? Мен де сенің табағыңнан ас іше алмап едім. Жасаған әрекет есіне түскен түлкі ұялып, басын иіп кешірім сұрапты. Кешір мені. Енді ешкімге қулық жасамайым. Осыдан кейін екі көрші тату дос болыпты. Қонақты құрметтесең, өзіңде сыйлы боласың деген сөз осыдан қалыпты.